Сәлем достар. Бүгін мен өзімнің студент кезден дайындайтын зебра пирогының рецептісімен сіздермен бөліспекшімін. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Пирогты дайындау үшін қыздар бірінші таза құрғақ ыдысқа қант пен жұмыртқаны салып миксерлейміз. Әзірше ұн мен ас содасын араластырып дайындап қоямыз. Ол үшін ұнды міндетті түрде електен болмаса осылай ситадан өткіземіз. Кейін бір шай қасық ас содасын салып араластырамыз. Қажетті ингредиенттер қыздар төменде описаниеде көрсетілген. Қант пен жұмыртқа жақсы миксерленгеннен кейін 20% дүкеннің қаймағын қосамыз және еріп тұрған май қосып араластырып аламыз. Кейін жаңағы дайындап қойған ұнымызды 3-ке бөліп саламыз. Осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Дайын болған қамырымызды 2 ыдысқа теңдей бөлеміз. Біреуіне 2 ас қасық какао салып, қасықпен болмаса миксермен араластырып аламыз. Енді форманың астына май жағып, болмаса пергамент қағазын төсеп, 2 ас қасықтан осылай кезектестіріп саламыз. Соқта қыздар пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып дайындап қоямыз. Кейін осылай бетін таяқшаның көмегімен әсемдеп, қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыздың піскенін білу үшін таяқшаның көмегімен осылай қараймыз. Егер таяқшамыз осылай құрғақ болып шықса, онда пісті деген сөз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге Дария. Ас болсын.